22 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бұл күн тоқтыларға жақсы әсер сыйлайды. Сонымен бірге жекелеген саудаларыңызда сәтті өтеді. Өзара сыйластықтың арқасында мәселелердің бір бөлігін шешуге мүмкіндік бар. Таңғы уақытқа маңызды нәрселерді жоспарламағаныңыз жөн. Bir жақты шешім, жан жақты жасалған талқылаулардың өзі артық болады. Дәлірек айтқанда, қорытынды шығарып, нақты шешім қабылдауға асықпаңыз. Күннің соңына қарай жан жағыңыздағы адамдармен үйлесімділік күші азая түседі. Көптеген тоқтылар осының салдарынан дөрекі әрекеттерге бой алдырып, тәуекел жасап немесе жасы өзінен үлкен адамдармен сөз таласқа түсіп қалуы ықтимал. Торпақ. Көптеген торпақтар романтика мен ессіз әрекеттерге бой алдырып қояды. Есесіне дәл осындай көңіл-күй жақсылап бой жазуға, іштегі дүниенің барлығын шығарып, өмірден ләззат алуға, соңғы уақытта маза бермеген жағымсыз жайттарды ұмытуға мүмкіндік береді. Сіз өзіңізді жаңа бағытта байқап көріп, шешімдер қабылдауда жаңа амалдарды қолдануға тырысыңыз. Ең бастысы, өзіңізді жаңа мүмкіндіктерден, жаңа қырыңыздан байқап көруден тыюшы болмаңыз. Егер өзіңізге аталған тәжірибелерді жасап көруге мүмкіндік берсеңіз, дүниетанымыңыз жаңарып, жаңа жеңістерге деген құлшынысыңыз оянады. Егіздер. Егіздер бұл күні өзіндік тартымдылығына үміт артып, махаббатта немесе басқа да өмірлік салаларында сәттілікке қол жеткізе алады. Бүгінгі күннің жағымды сәттері осы күннің жағымсыз тұстарын жабуға мүмкіндік береді. Сізге сізді қобалжытар жаңалық немесе ресми мекеменің өкілдері хабарласуы ғажап емес. Бұл салық немесе ақшаға қатысты жағдайлар болуы ықтимал. Алайда бұған бола уайымға салынбаңыз. Жақын арада кәсіби салаңызға қатысты жағымды жаңалықтар келіп қуантады. Ең бастысы, сенімді әрі нақты болуға барынша тырысып көріңіз. Шаян. Бұл күні өзгелерден көмек алып, өтеуір ретінде өз қызметіңізді ұсына аласыз. Бұл күні мұндай тәжірибелерден қорықпағаныңыз жөн, әрі мұның ешқандай да ұяты жоқ. Қажетті адамдармен байланыс орната білсеңіз, бұл жұмысыңызда да, жеке өміріңізде де маңызды рөл атқарып, қажет кезде сол адамдардың қолдауына арқа сүйей аласыз. Жұлдыздар сізге кез келген сөз таластардан, ұрыстардан, жағымсыз талқылаулардан барынша аулақ болуға кеңес береді. Мұның сізге еш қажеті жоқ. Ең басты жұмысыңызда бүгінгі күн атқарып үлгеруіңіз керек шаруаларды қойыңыз. Арыстан. Бұл күні жағымсыз оқиғалар орын алғанымен, арыстандардың бойында позитив байқалады. Бұл күні барынша жігерлі әрі барлық нәрсеге позитивті қарай біліңіз. Бұл өз кезегінде махаббатта, жұмыста, қоғамдық белсенділігіңізде де оң нәтижесін берері сөзсіз. Егер мәселелеріңіз болса, оларды жедел шешуге тырысыңыз. Олай болмаған жағдайда сол мәселелер алдағы күндері аяғыңызға байлау, арқаңызға жүк болады. Мейлі, денсаулығыңыздағы кінәраттар болсын, үйіңіздегі, жұмысыңыздағы шиеленісті жағдайлар болсын, бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, осы мәселелерді шешіп алыңыз. Бикеш. Бикештер жиналып қалған мәселелерді шешуге белсене кірісуге әзір. Қай жерден бастағыңыз келсе де, сіз қол жеткізер нәтиже сізді міндетті түрде қуантады. Мысалы, жақындарыңыздың мәселелерін шешуге жәрдемдесеңіз, олардың құрметіне, алғысына бөленесіз. Бұл бикештер үшін барлығынан да қымбат мәртебе. Егер ұзақ уақыт уайымға салған мәселелеріңіз бар болса, бірінші кезекте соларға көңіл бөлгеніңіз жөн. Ақшаға келгенде асығыстық жасамаңыз. Қарыз алудың сіз үшін жақсы нәтиже бермейтінін ұмытпаңыз. Кез келген мәселені шешер алдында жақсылап ойланып алсаңыз, қателіктерге бой алдырмайсыз. Таразы. Өткен күндерге бұрыла бермей, тек алдағы күндеріңізді ойлаңыз. Конфликті жағдайларды шақырмаңыз және өзгелердің ұрысына, сөз таластарына қатыспаңыз. Сіз позитивті күйде болғаныңызбен, айналаңыздағылар ашулы әрі
кез келген адамға тап беруге дайын тұрғандай әсер қалдырады. Бұл айдың соңғы күндерімен байланысты. Серігіңізбен немесе жақын адамдарыңызбен ұрыс жағдай орын алуы ықтимал. Дегенмен де мұндай жағдайлардың орын алуына жол бермеуге тырысыңыз. Егер жұмысыңызда немесе араласатын ортаңызда жаңа адамдар болса, ұрыс, сөз таласты жағдайларды көрсетпеген жөн. Себебі ол адамдардың сіздер жайлы алғашқы әсері теріс қалыптасады. Саршаяндар кездейсоқ сәттіліктерге тап болуы мүмкін. Бұл олардың бірнеше шаруаны қатар атқара біліп, қосымша табыс табуға деген құлшынысының соңғы әдістемелерді жетік меңгергеннің арқасында болады. Тек өз қадіріңізді түсірмей, сізге келіп тұрған неспеден теріс айналмаңыз. Қанша дегенмен де бұл сіздің маңдай теріңіздің нәтижесі. Әсіресе жаңа ілімдерді қабылдап, жаңа тәжірибелерден қорықпаған саршаяндар жасаған еңбектерінің нәтижесін көретін болады. Тек ысырапшылдыққа салынбауға кеңес береміз. Мергендер бұл күні барлық нәрсенің жақсы жағын көре біледі. Осының арқасында қиындықтарды елемей, нашар хабарларға мән бермей, тереңнен үгіліп, күйзелмейді. Дегенмен де жұлдыздар болып жатқан жағдайлардан хабардар болуға кеңес береді. Әйтпесе, алдыңыздан жағымсыз тосын сыйлар шығуы да ғажап емес. Бұл әсіресе қаржыға байланысты, мысалы несиені төлеуді, қандай да бір шоттарды жабу немесе өзгенің қарызын қайтару, тағысын тағы осы секілді маңызды есептерден көз жазып қалмау керек. Кешкі уақытқа қарай күрделі шаруаларды, кездесулерді мүмкіндік болғанша азайтқаныңыз жөн. Тәуешкі, қызуғандылыққа салынбаңыз, себебі мұның соңы ойланбай айтылатын сөздерге, шамаңыз келмейтін ұсыныстарды жасауға, іскерлік, жеке өміріңізге қатысты шикі шешімдер қабылдауға кеп соғады. Қазіргі таңда барлық жағдайда байсалдылық танытыңыз. Бұл күні маңызды шешім қабылдауға асықпаңыз. Алдағы күндері орын алатын жағдайларды көргеннен кейін не істеу керектігін түсінетін боласыз. Несие, қарыз алуға бұл күн қолайлы емес. Жеке өміріңіздегі жағдайларда көңіліңізден шықпай жүргенге ұқсайды. Бұл жоқ жерден үрей мен пессимистік ойлаудың салдарынан туындаған мәселелер. Сондықтан да еш нәрсені күрделендірмей, позитивті болыңыз. Су қойғыштар бүгінгі күні болашағына қатысты демеу, сенімділік, қайратты жігер сынды оң әсер алады. Жұмысыңызда, жеке өміріңізде және қаржылық жағдайыңызда сізді қуантатын жағымды өзгерістер байқалуы әбден мүмкін. Қолайлы сәттерде бірінші қадам жасаудан қорықпаңыз. Кішігірім бастаманың өзі үлкен белестерге жетелейтінін естен шығармаңыз. Қоғамдық жұмыстардың шаруаларын кейінге қалдырғаныңыз жөн, себебі қазіргі таңда сіз оларға дайын емессіз. Оның үстіне сіздің жеке шаруаларыңызды атқарып үлгеруге уақытыңыз аса көп емес. Балықтарды кішігірім сәттіліктер күтуде. Бұл жеке өміріңізде немесе бизнесіңізде, жұмысыңызда орын алатын жағымды сәттермен байланысты болуы мүмкін. Қосымша жұмыс атқаратын болсаңыз, ондағы нәтижелерде көңіліңізді бір көтереді. Бұл күні сіз алдағы күндері қол жеткізе алатын мүмкіндіктердің шет жағасын байқайсыз. Осындай сәттерде оларды көзден таса жібермей, мән беруге тырысыңыз. Алдағы күндері бұл сіздің шынайы жеңісіңізге айналуы да ғажап емес. Егер маңызды шаруаларды атқаруға бел болсаңыз, тәжірибесі мол, сол шаруаның нағыз мамандарымен кеңесе отырып шешім қабылдап, әрекет етіңіз. Сонда ғана өзіңізді қателіктерден, өкінетіндей қадамдардан қорғайсыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.